Siz bak Қызылорда облысының әкімі? Siz келе жатырмын деп жолдың бәрін жаптырдыңыз ба? Жоқ. Жол ашыңдар. Больницаға келе жатыр деп, осы келе жатыр деп. Қанның қызысыз ба? Қойш үндемей қояйын десем, бәрі басым сынып бара жатқан сияқты. Жаңағы сандуғаштың ала алмай жүрген ақысы бар. Құртамай жатыр әкімдерді. Жоқ, мен ондай емес. Мен бар болғаны шындықты айттым. Ол жерде шындықты айттым, шындықты айтамын. Айтамын да әлі, тоқтамаймын. Өйткені ол жерде мен артынан ешкімнің қуалап барған жоқпын. Әдейілеп барыпты деп, әдейілеп ешқандай барған жоқпын. Мен сіздерге басынан бастап түсінікті болу үшін айтайын, не себепті барғанымда. Ауруханаға, роддомға менің танысым түнде босанған. Соған азанғы уақытта ыстық ауқат ішін деп асығусыз үй жақтан 3-ші маршрутқа міндім. Маршрутқа мінгеннен кейін жетіп қалған кезде, уже жетейін деп қалған кезде, шамалы қалған кезде, милициялар уже көбейе бастады. Райсовездің қасынан. Әй, бұлар неғып жүр деп әкімдер келе жатыр екен, сол жол жауып жатыр деді. Сонымен бір милиция кәдімгі алдымызға келіп тұрып алды, участковый. Алдымызға келіп тұрып алды. Айналайын, Шыңғыс танитын тұғым, Шыңғысжан, жібере сал. Неге жауап тұрсың? Бізге осындай тапсырма келді деп ол жауап қойды. Тұрды, дәл алдында жаңағы машинамыз қақпы дизелдап, оның алдында тұрдық, тоқтап жаңағы не маршрут, газель. Сонымен мен оны видеоға түсіріп тұрдым. Босатпады, ақыр жібермеді машина. Сонымен мен өзім жаяу ары қарай жеттім. Барсам шынында ненің қасына әкім кеп тұр екен. Машинасымен тұр екен, машиналар тұр екен. Ішке қарай кіріп кетті больницаның қасына. Өзім ашуланып күн ыстықта жаман болып бардым. Әкімді күттім сол жерде, шыққан әкім күткен кезде бардым. Облыс әкіміне Гүлшара Әбдіхалықованың алдына бардым. Сіз неге жолды жабасыз? Ол кісі менің сұрағыма жоқ, жолды жаптырған жоқпын. Иә, мен әкіммін дегеннен басқа жауабын келте қайырды да машинаға мініп кетті. Ол машина жаңағы мемлекеттің машинасы шығар енді. Служебный деп айтады ғой әкімдіктерде. Сондай машина шығар. Сонымен мен үйге қайттым. Видеоны өзімнің интернеттік желілерге салдым. Бірақ мені мазалауды тоқтатыңыздар. Сандуғаш видеоны ал. Сандуғаш үйт деген тоқтатыңыздар. Мен ешқандай видеоны алмаймын. Ешнәрсені жаңағы жоймаймын. Болды ғой енді. Несі керек? Мен ол жерде біреу мен енді бар аш шындықты айттым. Жолды жапқан полиция участковый бізді тоқтатқан болған. Участковый полиция жаңағы тоқтатқанымен ол жерде ол тапсырмасы ешқандай қимылдамайды. Сен неге мені тықпай бересің, Нұрбол? Неге тықпай бересің мені? Больницаның провизорда жатқан науқастардың жағдайын сұрау үшін мақсатында келді. Облыс аймақ басшысы науқастардың жағдайын сұрап шыққан кезде Жауырған кентінің тұрғыны Сандуғаш Тұрлыбекова сол жерде қоғамдық көлікпен келе жатыр екен. Светофордың бойында сол жердің участковый полициясы газель тоқтатқан. Және көлікті, қоғамдық көлікті. Сонда ол жерге тек қана өтініш айтқан, көлік жүргізушісіне шамалы тұра тұрасыз ба, 1 минут машина келе жатыр еді, сол шығып кетсін деген сияқты. Ал басқа ондай не жерден жол жүруге болмайды екен, арыз жүріңіз деген ондай жағдай болған емес. Сол жерде Сандуғаш Тұрлыбекова және әрине онда айқай шығарып, сондай бір болмашы нәрсеге тура келдік. Бұл жерде аймақ басшысы немесе аудан әкімі тапсырма берген жоқ ешкім. Бұған дейін де аймақ басшысы келгеніне қанша келгеніне аз болса да қанша рет ауданға келіп кетті. Бірақ бұндай жағдай болған емес. Көлік жолды жабу, көлікті жүргізбеу деген мәселе бұл соққа дейін болған емес, болмайды да. Қиындау мәселе енді шынында келгенде айтатын болсақ. Полиция қызметкері өзі сол жерде айтқан, маған ешқандай мен тапсырма алған жоқпын. Өзім осы көшенің участковый болғандықтан мен көліктің жүргізушісіне 1-2 минут тұра тұрыңыз деген сияқты жағдай айттым деп. Басқа ешқандай мәселе болған жоқ. Сонымен қатар аймақ басшысы одан бөлек те 2 провизорный орталыққа кіріп шықты. Көшенің бәрін аралады Жауырған кентінде. Ешқандай да жолда тұрған полиция қызметкерлері жоқ. Ондай жағдай болған жоқ. Көшелердің бәрі ашық болды. Яғни әрине автокөлік қазір кептелісі көп қой. Больницаның алдында да кептеліс өте көп. Күнде сондай кептеліс болады. Ана жерде жүру деген мүмкін емес. Бүкіл таксилердің бәрі больница алдында тұрады. Сондықтан да болар сондай әрекетке барған.